Ассаламуғалейкум достар. Әлемде жұмбақ сыры ашылмаған мекендер және зерттелмеген аумақтар көп. Планетамыздың 70% судан тұрады, ал әлемдегі мұхиттың әлі 80% зерттелген жоқ. Су асты әлемінде қандай ғажайыптар мен қазыналар жатқанын болжау қиын. Бүгін Q-Life арнасы назарыңызға су астынан кездейсоқ табылған құпия заттарды ұсынады. Видео басталмастан лайк басып арнаға тіркеле кетіңіз. Сізден лайк және тіркелу, ал бізден өте қызықты әрі ерекше видеолар. Келістік пе? Ондай болса бастай берейік. Таңғажайып елес кеме. 2010 жылы сүңгуірлер тобы Балтық теңізін зерттеген. Зерттеушілер екінші дүниежүзілік соғыста атып түсірілген ұшақты іздеп, нағыз елес кемеге тап болған. Кейін ол кеме 17 ғасырдағы голландиялықтарға тиесілі болғаны анықталған. Бірақ голландиялық кеме Балтық теңізіне қалай тап болғаны және қалай батып кеткені белгісіз. Бимини Роуд 1986 жылы Атлант мұхитынан ерекше тастар табылды. Тікбұрышты әктас жыныстарының пайда болуы бүгінде Бимини Роуд деп аталады. 1978 жылы ғалымдар тастарға радиокөміртекті талдау жүргізіп, олардың 3500 жылдық тарихы бар екенін анықтады. Зерттеушілер Мансон Валентин, Жак Майол және Роберт Ангов тастарды 1958 жылы алғаш кездестірген кезде Атлантиданы таптық деп ойлаған. Гераклион – су астындағы қала. 2000 жылы Франк Годдио ашқан Гераклион Египеттің жерорта теңізі жағалауында Александрияның солтүстігінде орналасқан ежелгі су астындағы қала. Қала ежелден аңыз болып саналған, өйткені оны шамамен 1200 жыл бұрын су басып қалған деген дерек болған. Бірнеше жылдық ізденістен кейін сүңгуірлер су түбінен шынымен де ерекше артефактілер, алтын монеталарды, тас мүсіндерді, қола табақтар мен 60 кемені алып шыққан. Кемелер қалай батып кетті? Егер қаланы су басса, тұрғындар оны неге пайдаланбады деген сұрақтар ғалымдарды таң қалдырған. Йонагуни пирамидасы. 1987 жылы Кихачиро Аратаки атты сүңгуір Жапонияның оңтүстік жағалауынан акулаларды іздеу үшін су астына сүңгіген. Акулалардың орнына сүңгуір антропогендік шығу тегі бар керемет монолит плиталарды кездейсоқ кездестірген. Бүгінде Рикюс университетінің зерттеушілер тобы су астындағы ескерткішті зерттеп жатыр. Топ жетекшісі Масааки Кимура жарты миллион жыл бұрын салынды деген бірнеше батыл болжамдар жасады, бірақ кім салғаны белгісіз. Лайон Сити. Халық арасында арыстан қаласы атанған Шиченг бір кездері Қытайдың Чжэцзян провинциясының саяси және коммерциялық орталығы болған. Алайда 1959 жылы Қытай үкіметі бұл аймаққа су электр станциясы қажет деген шешім қабылдады. Нәтижесінде жасанды көл қаланы басып қалған. Арада жарты ғасыр өткесін дайверлер су астынан қаланың үгінділерін тапқан. Мінеки достар, тұңғиық су түбі осындай және бұдан да көп құпия нәрселерді жасырып келеді. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, өз ойларыңызды пікір алаңға қалдыра отырыңыз. Біз барлық комментарийлерді оқимыз. Қуанышта жүздескенше, сау болыңыздар.